Балабақшаға кезекке қою үшін indigo24.kz сайты арқылы Қазақстан бойынша Астана және Шымкент қалалары, республикалық маңызы бар Атырау облысы, Қостанай, Павлодар, Ұлытау облысы, Абай облысы, Қарағанды, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстары indigo24.kz сайтын пайдалану арқылы балабақшаға кезекке қоя алады. Менде мынадай сұрақ болған: Сәтбаев қаласы бойынша қай сайт деп. Сәтбаев қаласы, мен қателеспесем, Ұлытау облысына жатады. indigo24.kz сайтына кіреміз, қараңыз, қаланы таңдау деп тұрады жоғарғы жақта. Басамыз, қай облыс, осы көрсетілген облыстардың ішіне немесе республикалық маңызы бар қала Астана немесе Шымкент қаласы. Қай қала керек, соны таңдайсыз. Ұлытау облысын басамыз. Міне Жезқазған қаласы, Сәтбаев қаласы, Жаңарқа ауданы, Ұлытау ауданы, Қаражал қаласы деп шығып тұр. Сәтбаев қаласын басамыз. Сізге Сәтбаев қаласына баланы кезекке қою керек. Міне барлық данные шығып тұрады. Как зачислить в дошкольную организацию? Сізге бассаңыз ақпарат шығады. Получить направление, яғни балабақшаға жолдаманы осы сайт арқылы аласыз, кезекке де осы сайтқа қоясыз. Қараңыз, жоғарғы жақта личный кабинет, яғни жеке кабинетке кіруге ақпарат тұр. Қазақ тілінде алғыңыз келсе, өтінішті толтырғыңыз келсе, қазақ тілін таңдайсыз, немесе орыс тілін таңдайсыз. Кезекке қою немесе направление алу. Бірінші кезекке қоюды басамыз. Сізге полный ақпарат шығады. Электронды түрде балабақшаға кезекке қою өтінішін толтырасыз. Одан кейін сіздің өтінішіңіз беріліп, балаңыздың кезекке тұрғандығы туралы уведомление келеді. И уведомлениеде сізге балаңыздың кезек номері көрсетіліп тұрады. Бұл жерде сізде басты кезекке қою сайттың барлық талаптары менен танысқандығыңыз туралы, саясатымен келісетіндігіңіз туралы птичка ұрасыз. Жалпы кезекке тұрасыз ба, яғни кәдімгі жалпы білім беретін балабақшаға барасыз ба, жоқ әлде түзету коррекциялық балабақшаға барасыз ба, таңдайсыз. Екеуі жеке беріліп тұр. Коррекциялық балабақшаға барғыңыз келсеңіз, коррекционный, ставить в коррекционную очередь таңдайсыз. Ал егер жалпы кезекке тұрғыңыз келсе, ставить общеобразовательная школьная организация басасыз. Қараңыз, сізден бірден осы бет ашылады. Сіздің негізгі телефон номеріңізді сұрайды. Телефон номеріңізді енгізесіз. Сіз енгізген телефон номер продолжить батырмасын бассаңыз, мына жерде қараңыз, отправить код подтверждения тұрады. Осы номерге телефонға смс-код келеді. Енгізесіз. Отправить код подтверждения басқаннан кейін сізде қараңыз, мынандай бет ашылады. Страница: отсканируйте QR приложение E24KZ, чтобы осуществить привязку к абонентскому номеру. Немесе приложениені сізге скачать ету арқылы код подтверждения жіберу туралы информация шығады. Яғни сізде E24.kz приложениесі болуы керек. Оны скачать ету міндетті. Сіз кезекке қойғаннан кейін балабақшаға направление жолдама алуды дәл осы indigo24.kz арқылы, өз облыс қалаңыз таңдау арқылы жүзеге асырылады. Сіз Indigo сайтына бірінші рет болсаңыз, бұл сайтқа міндетті түрде сіз тіркелу керексіз. Жаңа кезекке қоятын жерде приложениені скачать ету арқылы, код подтверждения енгізу арқылы сайтқа тіркеліп, сіз балаңызды кезекке қоя аласыз. Ал получить направление сол қойған кезегіңіз арқылы жүзеге асырылады. Получить направление батырмасын басасыз. Ол жерде кезекке қойылғаннан кейін бала жеке кабинетіңізге кіру арқылы, өзіңіздің қойған пароліңіз арқылы получить направление батырмасын басасыз. Получить направление батырмасын басқан кезде сіз іздеген балабақшада орын болса, сізге таңдауға мүмкіндік беріледі ол балабақшаны. Сіз балабақшаның сіздің балаңыздың жасына сай орын болса, сіз қалған балабақшада получить направление батырмасын басып, дошкольный организацияны таңдайсыз.
сізге сол жеке кабинетіңізге направление скачать етіледі. Направлениені бумажный вариант шығарудың қажеті жоқ, себебі направление номер арқылы берілген, сол номер арқылы сіз алып регистрацияда сол арқылы жасалынады.